Мұнай арзандаса Қазақстанның шаруасы не болады дейді. Мұнай арзандаса біріншісі Ресейдің бюджеті құриды. Екіншісі мұнай арзандаса түйені жел ұшырса ешкіні аспаннан көресің деген болады. Қазақстанның бюджеті мұнаймен есептелген. Мұнай арзандайтын болса, онда Қазақстанда кедейшілік жоқшылық болады. Ал Қазақстанда кедейшілік жоқшылық болса, қарапайым халыққа қиын, әрине. Бірақ қарнымен ойланатын қауым аш қалған күні оянады. Қайталап тұрып айтамын. Қарнымен ойланатын қауым аш қалған күні оянады. Қазақ халқына оян, саяси күреске шық дедік. Бірақ олар қарны тоқ болған күні ешқашан оянбайды. Енді Қазақстанда бұдан да арман жоқшылық, бұдан да арман кедейшілік болғанда қазақ халқы оянуға мәжбүр болады. Мүмкін бір жамандықтың артында бір жақсылық жасырынатын жаратушының заңына сәйкес ертең Қазақстанда осы мұнайдың арзандауынан туындаған жоқшылыққа шыдамай көтерілген қазақ жастары 2 қаңтарды ұйымдастырып билікті құлатуы мүмкін. Жақсы жағынан ойлағанда.